Ми және әдет. Ми біздің өмірімізде үлкен рөл ойнайды. Бірақ біз ми туралы ештеңе білмейміз. Тіпті ғалымдардың өзі миды зерттеу бойынша өте жетістікке жеткенін мойындайды. Оның структурасы, қалай жұмыс істейтіні әлі күнге дейін толық белгілі емес. Ми туралы сіз бен біз білуіміз керек ең қарапайым ақпарат ми жай ғана ет емес. Ол 18 бөліктен тұрады. Мидың әр бөлігі әртүрлі нәрсеге жауапты. Негізі 80% функциясын бойынша қимыл қозғалыстарымызға жауап береді. Бір қызығы біздің денеміздегі түктердің өзі миымыздың тарапынан бақылауда. Мидың жауапкершілігінде тұр. Адамның қимыл қозғалысы көп болмаса, мидың кей бөлімдері ақырын істен шыға бастайды екен. Қазір біз күнделікті өте аз қимылдаймыз. Сондықтан өзінің қамын ойлаған әрбір адам спортпен үзбей айналысу керек. Салмақ бойынша ми денеміздің 2%-ын ғана алады. Ал энергия құрту бойынша бірінші орында. Әдетке қатысты ми толқындарын ғалымдар жан-жақты зерттеген. Төмендегі кесте екі түрлі жағдайда мидың қалай энергия жұмсайтынын көруге болады. Белгілі бір істі алғаш рет жасаған кезде ми толқындары өте жоғары болған. Ал оқиға әдетке айналған кезде алғашқы қимылында және соңында ғана жоғары толқындарда болады. Процестің өзінде әлдеқайда төменгі және бір қалыпты толқындарда тұрады. Яғни ми әдетке айналдырып алса, ортадағы қаншама энергияны экономдайды. Мидың әдет қалыптастырудағы мақсаты осы. Енді өзіңізге салып та ойланып та көріңіз. Сіз де білмеген таңсық дүниені жасағанда әлдеқайда көбірек энергия құртасыз. Мысалы, бұрын араласпаған жаңа ортаға барғанда сіз уайымдайсыз, өзіңізді ыңғайсыз сезінесіз, қысыласыз, мини стресстен өтесіз. Түрім дұрыс болып тұр ма, киімім қалай тұр, не айтамын деген секілді сұрақтармен миыңызды көп мазалап жібересіз. Бейтаныс ортаға барғанда үнемі барлығын бақылауда ұстап, анализ жасап отырасыз. Ал өзіңіз үйреніп қалған таныс орта болса, миыңыз осынша көп энергия құртпайды. Мидың мақсаты осы нәрсені әдетке айналдырып алу, оның әсерінен аз энергия жұмсау. Спортшылар күнделікті спортпен айналысу, жаттығу үшін көп энергия құртпайды. Себебі оларға бұл әдет болып кеткен. Дене әрекеті мидан да жақсырақ түсініп алады. Ғалымдардың зерттеуінше, боксерлардың шаршы алаңдағы қорғануы, ұруы ойланбай автоматты түрде қалыптасып кетеді екен. Неге? Өйткені ми әрекетті жаттап алған. Осыны үйреніп алсаңыз, өзіңізге ұнамай жүрген әдеттеріңізді өзгерту оп-оңай екеніне көзіңіз жетеді. Нашар әдеттерден тезірек арылудың маңыздылығы. Бір жас жігіт жаман әдеттерден арылудың жолын сұрап данышпанға барыпты. Данышпан кісі оған «Сен ана бір жас шыбықты суыршы» депті. Жігіт қиналмай-ақ суырып алыпты. Енді оған жуандауын суырып алуды тапсырады. Ол досын көмекке шақырып, тапсырманы сәтті орындайды. Одан да жуан ағашты көрсеткен екен. Ол барлық достары мен таныстарын шақырса да орнынан қозғалта. Сонда данышпан «Көрдің бе?» депті. Жаман дағдыдан бастапқыда құтылу жеңіл. Ол кезде оған өзіңнің де шамаң жетеді. Кейіннен достарыңды көмекке шақырасың. Ал нашар қылықты көп уақыт қайталап, ол қанға әбден сіңген кезде көмекке қанша адамды шақырсаң да бәрі кеш болады деген екен. Жағымсыз әдеттерден арылуға болады. Ең бастысы, ұқшығып кетпей тұрғанда ертерек әрекет қылыңыз. Жағымсыз әдеттерден құтылу формуласы. Әдет орындау процесі негізі 3 этаптан өтеді. Сигнал, әрекет, нәтиже. Алдымен миымыздағы нейрондық байланыстарға сигнал керек. Сигнал бұл старт деген сөз. Бағдаршамда жасыл түс жанғанда барлығы қозғалатын секілді, сигнал болған кезде процесте басталады. Мысалы, қарныңыз ашты, бұл сигнал. Тамақ жедіңіз, әрекет. Қарныңыз тойды, бұл нәтиже. Бір қыздың тырнағын тістей беретін әдеті бар екен. Не себептен тырнағын тістейтін өзі де білмейді. Содан қыздан «Қай кезде, қандай сәттерде тістейсің?» деп сұрайды.
Оның жауабы қарапайым болды. Ішім пысып, зерігіп кеткен кезде тістей бастаймын. Тырнағыңды тістегеннен кейін өзіңді қалай сезінесің? Өзімді күшті, сабырлы, бақытты сезінемін. Бәрі бақылауымда, қауіпсіз сияқты. Ғалымдар қызға бұл әдеттін қойдыру үшін не істейді? Олар әдет этаптарының орындалу ретін жақсы біледі. Сондықтан сигнал мен нәтижені орнында қалдырады. Әрекетті ғана өзгертті. Енді қыз тырнағының бір кемшілігін байқап тістегісі келген уақытта столды саусағымен ұруды бастайды. Ауызға салып тістеудің орнына саусағын столға ақырын ұрады. Осы әрекеттерін өзгерткен соң қыз тырнағын тістейтін әдеттен құтыла кетеді. Дәл сол секілді бір жігіт болады. Уайымдағанда, қысылған уақыттарында темекі шегеді екен. Зерттесе жас кезінде достары сөз арасында темекі шексең крутой боласың деп айтқан белгілі болды. Содан бір күні туған күн кешіне барып, бір сұлуды көріп сыртынан ұнатып қалады. Бірақ барып танысуға ұялады. Сол кезде ойына достарының айтқанына келіп, темекі шегіп алады. Содан кейін бойжеткенмен танысады. Енді оның миы темекіні қалай байланыстырып алды. Өзіңе сенімсіз болып тұрған кезде бір нәрсені уайымдағанда темекі шексең жетістікке жетеді екенсің деп қалдап қалды. Осыдан кейін жігітке кез келген өзін ыңғайсыз біртүрлі сезінген кезде ми дереу темекі шексең жеңіске жетесің деген шешімді ұсынады. Мидың мұрағатында солай қабылданып қалып кетеді. Кофе көп ішетін адамдарды алып қарайық. Мысалы, сіз көп кофе ішесіз. Неге? Жұмыста отырып басыңыз ауырғанын басу үшін кофе ішуді үйреніп алғансыз. Енді оны қалай қоюға болады? Басыңыз ауырды, сигнал. Кофе іштіңіз, әрекет. Басыңыз қойды, нәтиже. Бұл жерде сигнал мен нәтижені өзгертпейміз. Тек әрекетті ауыстырамыз. Жұмыста басыңыз ауыра бастады ма, 10 минут далада жүріп қайтыңыз. Егер оған мүмкіндік болмаса, сол жерде 10 рет отырып тұру жаттығуын жасап жіберіңіз. Осы әрекетті ауыстырып күнде қайталай берген соң, кофені көп ішу әдетінен арыласыз. Формула көріп тұрғандарыңыздай өте қарапайым. Кез келген әдеттеріңізді зерттеп көріңіз. Сигнал қандай? Қандай әрекет жасайсыз? Нәтижесінде не аласыз? Енді осы жердегі әрекетіңізді ғана ауыстырсаңыз болады. Өзіңізге ұнамайтын, сізге зиянын тигізетін әдетіңізден құтыласыз. Негізі кешке ас ішу де бізге әдет болып кеткен. Ол маркетологтардың енгізген дүниесі. Ал шын мәнінде кешкі ас ішпеуге де болады. Спортсмендерде ғана күнделікті 2000-3000 калория жұмсауы мүмкін, ал қарапайым күнделікті қимыл қозғалыстағы адам 1000 калорияның айналасында ғана энергия жағады. Кейде біз қазақшылыққа салып таңғы астың өзінде бір күндік калориямызды тұтынып қоямыз. Жұмыста жүріп мүмкіндік болмай, тамақ ішуге үлгермей қалған күндер сізде де болған шығар. Бірақ ешкім тамақ ішпегенінен қалып жатқан жоқ. Тамақтану бізге әдет болып кеткен. Мысалы, ол кейде бас қосудың әдеті. Біреу кездесуге шақыратын болса да, ресторанға, кафеге шақырады. Ең болмағанда кофе ішіп қайтайық дейді. Бірақ ешкім көшеде кездесейік, жүріп қайтайық демейді. Мына суретте сіз тышқанды көріп тұрсыз. Ғалымдар осы тышқанмен бір эксперимент өткізеді. Бірінші рет есік ашылғанда тышқан жүгіріп барып оңға бұрылып, ол жерден ештеңе таппаған соң солға барады. Ол жерде оны тәтті тамақ күтіп тұр. Екінші күні дәл солай жасайды. Тышқан тағы да алдымен оңға, кейін солға бұрылып тамақ алады. Үшінші ретте есік ашқан кезде тышқан автоматты түрде сол жаққа қарай жүгіреді. Оның миында не болды? Әдет жатталып қалды. Бұл жерде есіктің ашылуы сигнал, оның жүгіріп сол жаққа баруы әрекет, тамағын алуы нәтиже. Тарихта Хопкинс деген маркетолог болған. Ол кез келген нәрсеге сұраныс тудырып, сатылымын арттырып жібере алатын еді. Америкада 1900 жылдардың басында тіс ауруы мәселесі өршіп тұрды. Дүниежүзілік соғысқа әскер жинағанда ең басты мәселе тіс еді. Себебі тіс ауыратын адам қарқынды соғыса қою екі талай. Енді әскерлердің тісін жөндеу деген міндет тұрды. 1800 жылдардың соңында америкалықтарда тіс жуу деген әдет болмады.
халықтың 11% ғана тіс жуатын болған. Осы әдетті қалыптастыру Хопкинстің жауапкершілігіне жүктеледі. Хопкинс алдымен сигнал, әрекет, нәтижені тауып алуға тырысады. Тамақтанғаннан кейін тісіңіз жуылмай қалса, оның сыртында бір қабат ыңғайсыз қабық қаптап қалатынын сіз де байқаған боларсыз. Енді Хопкинс бүкіл жарнамалық құралдарда егер тісіңізді тілмен сипағанда бір нәрсе байқасаң, демек тісіңді жуатын уақыт келді деген ақпарат таратады. Ал нәтиже қандай? Нәтиже тісіңізді тіс пастасымен жуғанда ол көпіреді, күшті иіс шығады. Осы жарнама жан-жақтан жасалып, халықтың миына құйылады. Нәтижесінде халықтың 96% тістерін тіс пастасымен жуа бастайды. Сәйкесінше халықтың денсаулығы жақсарады. Одан кейін әрине әскердегі тіс ауру мәселесі азаяды. Нәтижесінде әскерде соғыста жеңіске жетеді. Хопкинстің енгізген маркетингінің әдісі әлі де жұмыс істейді. Ол үйреншікті әрекет ретінде тіс пастасының ауызды көпіртуін енгізеді. Негізі тіс пастасының көпіруі, оның иісінің жағымды болуы маңызды емес. Байқайсыз ба, кейде өте жақсы пайдалы сапалы деп ұсынған тіс пастасымен тісімізді жусақ, оның иісі де дәмі де онша емес болып шығады. Әрі түк те көпірмей жатады. Ал әбден тіс пастасы көпіретін, жағымды иіс шығаратын болу керек деген үйреніп алған біз, бұл пастаның сапасы онша емес екен деп шешім шығарамыз. Кез келген жағымсыз әдетімізді осы формулаға салып зерттеп көріңіз. Әрекетті өзгерту үшін алдымен бұл әрекетті жасайтын кезде қандай сигнал пайда болды? Өзіңізде менде қандай триггер бар деп сұрақты қойыңыз. Дәл қазір төмендегі кесте арқылы өзіңізге ұнамайтын 3 әдетіңізді өзгертуге алғашқы әрі маңызды қадамды жасаңыз. Сигнал, әрекет, нәтиже. Әрекетті қалай ауыстырамын деген сұраққа жауап беріп, маған ұнамайтын 1, 2 және 3 әдет. Осыны жазып шығыңыз.